дамыту керек, жоспарымыз бар. Біз білеміз, қай жерде, қай салада қандай жұмысты осы қалада істеуіміз керек. Ескі жыл есірке, жаңа жыл жарылқа деп жақсылыққа жоритын алаш жұрты. Армысыздар. Биылғы жыл айтулы жаңалықтармен басталды. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтың өкімімен Семей қаласының жаңа әкімі тағайындалды. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс екінші сессиясына депутаттар көпшілік дауыспен Нұрымбет Сақтағановтың кандидатурасын қолдады. Жаңа қала басшысын облыс әкімі Даниал Ахметов таныстырды. Өңір басшысы бұрынғы әкім Ермак Сәлімовке жұмысы үшін алғыс айтып, одан әрі облыс әкімінің тұрғын үй құрылыс мәселелері жөніндегі кеңесшісі болатын атап өтті. Нұрымбет Аманұлы Сақтағанов 1970 жылы 6 тамызда оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Қызылорда педагогикалық институтын, Қызылорда аграрлық техникалық колледжін, Қызылорда экономика, статистика және ақпарат институтын, Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік институтын мұғалім, заңгер, экономика және бизнес мамандықтары бойынша тәмамдаған. Ал енді Нұрымбет туралы айтсақ, мен Нұрымбетті 15 жылдан астам білемін. Өте тәжірибелі, адал кісі. Сол себептен Семейге осындай адал, тәжірибелі жігітті әкеліп отыр. Семей қаласы ерекше мәртебеге ие киелі мекен. Семей қаласы ұлы Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтардың туып өскен жері. Семей қаласы бүкіл Қазақстан интеллигенциясының, зиялы қауым өкілдерінің тірек қазығы деп айтамыз. Сондықтан да осы қаланы арман қарай жан-жақты дамыту жолында барлық күш-жігерімізді, білімімізді, біліктілігімізді салып жұмыс жасаймыз. Семей қаласының әкімі қызметі үлкен мәртебе, өз кезегінде өте жоғары жауапкершілік. Бүгінде 7 бала тәрбиелеп отырған жаңа әкім өз қызметін 1992 жылы Қызылордадағы нөмірі 172 орта мектебінде мұғалім болып бастаған. 2007-2010 жылдары Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон комитеті төрағасының орынбасары болды. 2010-2012 жылдары Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы, 2012-2015 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2015-2018 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары болды. 2018 жылдан бүгінге дейін Ұлан ауданы әкімі қызметін атқарды. Ал бүгіннен бастап ресми түрде Семей қаласы әкімі қызметін атқаруда.